Лицей жылыжайына қош келдіңіздер. Жылыжайды ашуға бастама болған Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері Құралай Ақназарқызы өз ұжымымен оқушылармен бірге еткен еңбегінің бүгінгі таңда жемісін пайдаланамыз. Бүгін қонаққа Cooking Clubқа 4-ші А сынып оқушысы Әділет анасы Әсел Серікқызымен енді бізге Cooking Clubқа керек өнімдерді мектебіміздің жылыжайынан теріп алсақ. Міне, Әділет жылыжайымыздағы өнімдерді жинап алайық. Міне көріп тұрғанымыздай, ал біртіндеп алып жинайық көкөністерімізді. Бізге енді салат жапырақтары қажет болады, соны біз жинап алайық, иә, балам? Әділет, енді біз асқабақтарымызды теріп көрейік, асқабағымызды алайық. Көріп тұрғаныңдай, міне асқабақтар пісіп жетіліп жатыр екен. Әділет, мынау асқабағымыз әлі піссін. Ана піскен асқабақты алып, Cooking Clubқа барып ас әзірлейік. Ал Әсел ханым, енді көкөністерімізден қандай тағам әзірлейміз? Не істесек екен? Қуырылған кәдіден салат дайындаймыз. Керекті бізге көкөністер. Сұйық май, майонез, кәді, салат жапырақ және сарымсақ. Әділет, сен сарымсақты осы тұсқа сыра бер. Ой, Әділет, қандай керемет. Әділет, сен үйде анаңа көмек бересің бе? Қандай тағамдар жасайсың? Жұмыртқа, демалыс күндерде пицца жасаймыз екенбіз. Демалыс күндерде пицца жасайсыңдар ма? Қандай керемет, тамаша. Ал, Әділет, сен тарелкаге салат жапырақтарын әдемілеп қоя бер. Әділет, сен осы білесің бе, осы көкөністерде қандай дәрумендер бар, адам ағзасына қандай пайдасы бар екен? Осы жапырақта витамин С бар. Ол иммунитетті көтереді.